Номер 28 жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушы жақыншасыздар. Бүгін менің қорғағым келіп тұрған жобамның тақырыбы дала заңдары жеті жарғымен Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген мектеп жарғысының моделі. Бұл жобаның басты мақсаты қазіргі Конституция мен жеті жарғы заңдарының бай құндылықтары арқылы мектеп жарғысының моделін жасау. Бұл модельде мұғалімдер мен оқушылар арасындағы әділдік, теңдік, тәртіп туралы болмақ. Мен осы зерттеулерді жүргізген кезде жеті жарғы заңдық мұрасынан басты қағидалары әділдік, жауапкершілік, тәртіп, үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсету екенін анықтадым. Ал Қазақстан Республикасы Конституциясына келсек, ол жерде азаматтардың құқықтары мен бостандықтары, әрбір азаматтың теңдігі, заң үстемдігі туралы айтылады. Осы екі құжатты салыстыру, олардың ұқсастықтары әділдік пен теңдік, қоғамдағы тәртіпті қамтамасыз ету болды. Ал айырмашылықтары жеті жарғы ол дәстүрлі, салтты заң болса, Конституция ол қазіргі мемлекеттік заң. Ол жерде барлығының құқықтары тең. Осы екі құжатты салыстыра отыра, мен мектептің жарғысының моделін жасап шығардым. Оған келсек, бұл мектептің жарғысы 4 тармақтан тұрады. Біріншісі оқушының құқықтары, екінші оқушының міндеттері, үшінші тәртіп ережелері, төртінші әділдік қағидалары болды. Бұны біз қалай түсіндіреміз? Бірінші оқушының құқықтары. Оқушы білім алуға, өзінің ойын еркін жеткізуге құқығы бар. Екіншіден оқушының міндеті, ол оқып қана қоймай, өзінің сол мектептің ішкі міндетін сақтауға тиісті. Осылайша біздің мектеп жарғысының моделі құрастырды. Келесі, бұл модельдің негізгі қағидалары: теңдік пен әділдік, тәртіп пен қауіпсіздік, адалдық, жауапкершілік, құрмет пен сыйластық. Жарғының құрылымы осылай баяндалады: жалпы ережелер, оқушылардың құқықтары, оқушылардың міндеттері, тәртіп бұзушылық, мұғалімдер мен әкімшілік. Біз бұл модельді жасамас бұрын оқушылардан, мұғалімдерден, әкімшіліктен сауалнама жүргізген болатынбыз. Ол жерде оқушылар, мұғалімдер 100% бұл жарғымен келісті. Осылайша біздің мектепте осы жарғы бастама алып жатыр. Бұл бізге қандай тиімділік береді? Оқушылар, мұғалімдер арасында сыйластық пайда болып, оқушылар мектептің заңдылықтарына бағына бастады. Осылай қорытындылай келе, бұл жарғының пайдасымен тек біздің мектеп қана емес, басқа да мектептерде қолдана алады. Осылайша өткендегі даналық пен қазіргі заманның заңдарын үйлестіре отырып, біз мектептің заңын ойлап таптық. Назарларыңызға рахмет.